10 сыныпқа арналған жұлынның құрылысы және қызметі тақырыбы. Оқу мақсаты жұлынның құрылысы мен қызметтерін оқып білу. Орталық жүйке жүйесіне ми және жұлын жатады. Жұлын цилиндр пішінді, омыртқа жотасының өзегінде орналасқан, ұзындығы 42-45 см, ал салмағы 34-38 грамм, диаметрі 1-1,5 см-ге жуық, ақ түсті, жуан, жіп тәрізді мүше. Жұлынның жоғарғы шеті сопақша мимен жалғасады, ал төменгі шеті екінші арқа омыртқаға дейін созылып жатады. Жұлын қабаттары: сыртқы қатты қабық, ортаңғы торлы қабық, ішкі жұмсақ қабық. Жұлын құрылысындағы ерекшелік сегменттелген болуы. Сегменттер саны 31. Әрбір сегменттен бір жұп қозғалтқыш, бір жұп сезімтал түбірлер шығады. Олар: мойын бөлімі 8 жұп, кеуде бөлімі 12 жұп, бел бөлімі 5 жұп, сегіз көз бөлімі 5 жұп, құйымшақ бөлімі 1 жұп. Сонда әр омыртқаның бүйір тұсынан, жұлыннан екі жаққа 31 жұп жұлын жүйкелері таралады. Әрбір жұлын жүйкелері алдыңғы және артқы түбірлердің қосылуынан пайда болады. Түбірлер омыртқа аралық тесіктерден шығып, бір-бірімен қосылып, аралас жұлын жүйкелерін түзеді. Аралас жүйке дейтін себебі, жүйке талшықтарының бір тобы қозуды орталық жүйке жүйесіне, ал екінші тобы қозуды шеткі мүшелерге өткізеді. Жұлыннан тарайтын жүйкелердің құрамында әрі сезгіш, әрі қозғалтқыш жүйке талшықтары болады. Жұлын жүйкелері қолдың, тұлғаның, аяқтың қаңқа бұлшық еттеріне таралады. Орталық жүйке жүйесіне өтетін қозу жұлынның тек артқы түбірі арқылы өтеді. Ал одан келетін қозу жұлынның тек алдыңғы түбірі арқылы жүреді. Егер екі түбірден шыққан жүйке талшықтарының бір-бірімен қосылған жері жарақаттанса, жүйкелердің сезгіштігі, қозғалтқыштық әрекеті жойылады. Жұлынның ішкі құрылысы. Жұлын ақ және сұр заттан тұрады. Сұр зат жұлынның ортасында орналасады. Ол латынның H әрпіне немесе қанаты жайған көбелекке ұқсайды. Сұр заттың ортасында жұлын өзегі орналасады. Ал жұлынның сұр затының сыртын миелиндік талшықтардан тұратын ақ зат қоршап тұрады. Жұлынның алдыңғы және артқы жағында ұзынынан созылған тік жүлгелері болады. Ол жұлынды оң және сол жақ жартыға бөліп тұрады. Жұлынның атқаратын қызметі: өткізгіштік және рефлекстік. Жұлында жүйке орталықтары орналасқан. Жүйке орталығы жұлынның түрлі бөлімінде орналасқан, қандай да болмасын мүшенің жұмысын реттейтін жүйке жасушаларының жиынтығы. Мысалы,
Тізе рефлексінің орталығы жұлынның бел бөлімінде орналасқан. Ал зәр шығару орталығы жұлынның сегіз көз бөлімінде орналасқан. Көз қарашығының ұлғаюы арқа бөлімінде орналасқан. Жұлынның жүйке орталықтары рецепторлар және мүшелермен тығыз байланысты. Қозғалтқыш нейрондары дене, аяқ-қол бұлшықеттері, тыныс алу бұлшықеттерінің жиылуына әсер етеді. Жұлынның қатысуымен қозғалу рефлексі жүзеге асады. Ал жұлынның өткізгіштік қызметі ол орталыққа тебетін және орталықтан тебетін өткізгіш жолдардан тұрады. Орталыққа тебетін өткізгіш жолдармен қозу миға беріледі. Орталықтан тебетін өткізгіш жолдар арқылы қозу мидан жұлынның төменгі бөлімдеріне өтеді. Жұлынның қызметі тікелей мидың бақылауымен болады. Енді сіздерге екі тапсырма беріледі. Бірінші тапсырма жұлынның суретіне қарап құрылысын толтыру. Екінші тапсырма берілген кестедегі мәліметтерді бір-бірімен сәйкестендіру.